Жапония несімен құрметті болып отыр дүниеге. Қытай несімен барлығында ұлттық идеологиясы бар. Ұлттық идеология болған жерде ұлттық тіл деген өзімен жүреді. Ең алдымен ұлттық идеология. Біздің халқымыздан асқан халықтық идея ешкімде жоқ. Жаным, малым, жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деген қазақ. Міне халықтық идея бар. Бізге керегі енді мына бәлен түген бәтшағарлықтың барлығынан құтылу үшін ұлттық идеология керек. Ұлттық идеологияны жасау керек. Жетет, міне 21 жыл ұлттық идеологиясыз болып халық тозып бітті. Сіздерге мен айтайын, осыдан 6 жыл бұрын міне академик Оразбақ кішкентай проверкаға салып 43 ұрудың қанын апарып зерттеп, хромосомалық деңгейге келгенде бірақ адамның қаны болған ғой. Бірақ адамның қанын көрсеткен табиғат. Сонда сіздің мына ақжағалы ағылшының, француздың, жапонның, Қытайың барлық көз төбесіне шығады. Сонда айтады, міне, еш халықта жоқ, мына 7 атаға дейін қыз алыспау. Ұру деген біздің қазақ халқымызда дәстүр салтымыз дейді. Сондықтан ұруыңды біліп, 7 атаңды білу, бұл ұруға бөліну үшін жасалған нәрсе емес. Біз надандықтан, білместіктің салдарынан өзіміздің ата-бабамыздың жасап кеткен ақ дүниесінің бәрін қаралап, осындай жағдайға келіп жүрміз. Сондықтан ғылымға өңілу керек, білімге өңілу керек. Сонда халқымыздың қасиеті танылады. Арма алталаш барма текті қазағым. Айтуда айтып жатыр, тыңдайтын құлақ болса. Мына қыстырма кескінді де әдей қойып қойдық. Ұлттық идеология бізде жоқ емес, бар. 30 жылдан бері ай қарап жұлдыз санап жүрген жоқ біздің ақылды адамдар. Тек әр адам өзінен бастауға және соңына дейін жалғастыруға ерлік жігер жетпей тұрғандай. Немесе санымыз аз боп тұр. Санымыз аз екен деп үміт үзбеңіздер. Ұлт зиялылары, кезіндегі халыққа жарық шашқандар аз болды. Бірақ олар соңына дейін күресті, осы күнге жеткізді. Бір ғана мысал Ахмет Байтұрсын, Әлихан Бөкейхан. Қалған мықтыларымызды айтпасақ та түсінесіздер. Енді сіздерге өтініш қазақ тілі, қазақ дәстүрі. Оны дәріптеу, ұрпақ бойы жалғастыру тек өз қолдарыңызда, өз отбасыңыздағы бала-шағадан бастаңыз. Өз мемлекетіне, ұлттық тіліне жан ашитын жастар өсіп келеді. Олар әр жерде өз ойларын айтып, талап етіп жүр. Сіз де соларға үн қосыңыз. Ең бастысы, әр шаруаны өзімізден бастайық. Өз, ол қашанда өзегің. Түбінде сіз жеңесіз. Отбасында қарапайым ғана мысал, балаларыңызға пака демеңіз. Және орысшылап амандаспаңыз. Қазақтың әдем амандасуы, хош бол, сау бол, сәлеметсіз дегені бар. Міне, осыны ұстаныңыз. Кейбір тағамдарды орысша айтпаңыз, қазақша айтыңыз. Торт деген сөзді де алып тастаңыз. Қазақтың әдемі бал күлшесі бар. Содан кейін үнемі қолданысқа еніп кеткен ызбанда дегеннің орнына телефон жалғаңыз деңіз. Братан дегеннің орнына аға деңіз, братышка дегенге бауыр деңіз. Осылай қазақтың керемет терминдерін қолданыңызшы. Бауыр деген сөз ешбір елде жоқ. Ол өте керемет сөз. Бауырды ешкіммен ауыстыра алмайсыз. Ал ол сіздің туған бауырыңыз немесе жақыныңыз. Аға деген сөзде қандай? Әке, шеше, ата, әже. Осының бәрін орысша терминдермен алмастырсаңыз, сіздің бір күні үніңіз өшеді. Ұрпақ оны жалғамайды. Сізден өнеге алу керек. Қысқа әңгіме осымен тамам. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қарагөздің көрер қызығы көп болғай. Бай, намысты болуға хақылымыз. Құрметпен текті қазақ арнасы керек-дерек, мен Қанатбек Ермек. Келесі келелі хабарда қайта жүздескенше. Сіздерден құнды пікір, ұсыныс күтеміз.